Әзірет Хадишаның өлімі. Рамазан айы. Әбу Тәліпті қара жердің қойнына бергелі арадан 3 күн өткен. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәсәлям басына қайғының қара бұлты тағы да үйірілді. Ойламаған жерден 65 жастағы жан жары Әзірет Хадиша дүние салды. Жаназа намазын пайғамбардың өзі шығарып, жерлеу рәсіміне де бас көз болды. Алла сүйікті құлына қиындық беріп сынайды дегеннің нақты дәлелі осы емес пе? Аяулы адамдарынан айырылу Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәсәлям оңай соқпады. Қиналғанда қол ұшын берген, жылағанда жұбаныш болған парасатты, ақылды әрі адал жар Әзірет Хадишаның орны үңірейіп қатты білінді. Осылай болуы заңды да еді. Бүкіл қауым болып бір кездері Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәсәлям қарсы шыққанда қолтығынан демеп сүйеніш болған жалғыз қолдаушысы еді ғой ол. Жан тәнімен жұбайына беріліп, қысымға, қыспаққа қарамастан пайғамбарлығын мойындап, ізінен ергенде сол еді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлям Хадиша намызды зайыбы ретінде де, былайғы адамдығы ретінде де қатты жақсы көрген. Мұны Әзірет Хадиша өлгеннен кейін жиі-жиі оны еске алып, рухына дұға бағыштауынан байқаймыз. Қала берді марқұм зайыбының туған туыстарына, таныс тамырларына ылғи көмектесіп тұрған. Бір күні Хадиша анамыздың сіңлісі халаның даусын естіп, бірден оны әйелінің даусына ұқсатып, өткен күндерді еске алып отырады. Сонда Айша анамыз қызғанышын жасыра алмай: Алла тағала саған Хадишадан да әлде қайда жас әрі сұлу әйел берді емес пе деп қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям Айша анамыздың бұл сөздерінің орынсыз екендігін білдіріп, Әзірет Хадишаның адалдығын, адамдығын, парасатын ұзақ әңгімелейді. Әзірет Айша өз ойының әбестігін түсініп: Уа Расулалла, Алланың атымен сұраймын, мұнан былай үнемі Әзірет Хадиша туралы естеліктеріңді айта жүр деп жуып шайған. Айша анамыз Расулалланың саллаллаху алейхи уәсәлям марқұм жұбайы Хадишаны жиі еске алып, оның туыстарына көмектескендігін көргендегі қызғанышын төмендегідей жеткізеді. Алла Расулын әйелдерінің ішінде Хадишадан қатты қызғанатынмын. Хадишаны өмірімде көрмесем де, ойымды билеген алапат сезімге ие болу қиын еді. Расулалла оны менің көзімше көп еске алатын. Арнайы мал сойып, Хадишаның туыстарына ет жолдайтын. Кейде мен шыдамсызданып, жер бетінде Хадишадан басқа әйел жоқ па дейтінмін. Алла Расулы Хадишаның жақсылықтарын санамалап айта келіп: Ол менің балаларымның анасы ғой деп жауап беретін. Расулалла Хира үңгірінде жалғыз жатқанда Әзірет Хадиша оған тамақ таситын. Сондай бір күні Жәбірейіл періште Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәсәлям: Уа Алланың Расулы, анау қараңдап келе жатқан сол ба Әзірет Хадиша, ол саған азық әкеле жатыр. Қасыңа жақын келгенде оған Раббыңнан және менен сәлем жолда. Жәннатта інжуден жасалған әсем сарай сол үшін дайындалғанын айт. Ол жерде тек жан рақаты бар деген. Әзірет Әли де Расулалланың өз заманындағы әйелдердің қайырлысы Имранның қызы Мәриям еді. Мына үмбеттің әйелдерінің ішіндегі қайырлысы Хадиша дегенін естідім деген. Қайғылы оқиғалардың бірінен соң бірі қайталануы себепті Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлям пайғамбарлығының 10-шы жылын қайғыға толы жыл деп атаған. Пайғамбарымыздың Әзірет Айшамен некелесуі.
әзірет Хадишаның мәңгілік сапарға аттануы әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалям отбасылық өмірде қиындықтар туғызды. Бұл жағдайды сахабалары да сезбей қалмады. Бір күні Осман ибн Мазун есімді сахабаның әйелі Хаула ардақты пайғамбарымызға келіп: «Уа Расулулла, үйіңде Хадишаның жоқтығы қатты білінеді екен», деді. Алла Расулы: «Әрине, ол балаларымның анасы, шаңырағымның шаттығы, отауымның тірегі еді ғой», деп жан қиналысын сездірді. Әңгіменің орайы келгенде Хаула: «Уа Расулулла, өлгенмен бірге өлмек жоқ, үйленуге қалай қарайсың?» деп сұрады. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям: «Кімге?» деді. Әзірет Әбу Бәкірдің қызы Айшаға немесе Зәмәннің қызы Саудаға. Ойланып қалған Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям: «Хаулаға барып, екеуімен де сөйлесіп көрсең қайтеді?» деді. Хаула шыққан бойда Әбу Бәкірдің үйіне барды. Үйде Әзірет Айшаның анасы Үммі Руман бар еді. Хаула табалдырықтан аттар-аттамаста: «Ей Үммі Руман, Алланың сіздерге керемет берекетті нәсіп еткенін білесіңдер ме?» деді. Үммі Руман: «Нен айтасың?» Хаула: «Расулулла қыздарың Айшаны айттыруға мені жолдады». Отағасы Әзірет Әбу Бәкір үйде болмағандықтан Үммі Руман Хаулаға нақты жауап айта алмады. Хаула Әзірет Әбу Бәкірдің келуін күтті. Келген соң оған да бұйымтайын жеткізді. Әзірет Әбу Бәкір біраз ойланып қалды да: «Біз Мұхаммедпен бауырмыз ғой, қыз алысуға болар ма екен?» деп күдіктігін айтты. Хаула Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям Әзірет Әбу Бәкірдің күмәнді ойын жеткізді. Расулулла Әбу Бәкірге айта бар: «Біздің бауырластығымыз қандас немесе бір анадан сүт емгендігімізге қатысы жоқ. Біз діндес бауырларымыз, жақындығымыз нанымымыздың ортақтығына байланысты. Сондықтан қыз алысуға әбден болады», деді. Хаула Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалям сәлемін Әзірет Әбу Бәкірге айтқанда парасатты сахаба бір сөзге келместен ризашылығын берді.